Бұл есеп жылу мөлшері, жылу сыйымдылығы тақырыбына берілген. Есептің берілген оқиық. Тығыздығы, оппа, так. Тығыздығы 1 грамм сантиметр куб, көлемі 0,1 литр, қайнап тұрған, мына жерге назар аударайық, қайнап тұрған су 50 градус Цельсийге дейін салқындапты. Айналаға қанша жылу мөлшерін шығарады дейді. Давайте есептің берілген жаз жүрек. Ро тең 1 грамм бөлінген сантиметр куб. Бұл бізде су десе, біз оны бірден жаза салайық. 1000 килограмм бөлінген метр куб. Оның алдыңғы видеоларда қарасаңдар, сол жерде қалай ХБЖ-ға келтіргені туралы мәлімет бар. Енді қайнап тұрған су, яғни бастапқыда бұл бізде 100 градус Цельсий болды. Судың қайнау температурасы 100 градус Цельсий. Ол 50 градусқа дейін салқындады. Бізде 50 градусқа дейін салқындады. Айналаға қанша жылу мөлшерін береді дейді. Енді бізде көлемін беріпті судың, В тең 0,1 литр. Енді мұқият назар аударыңдар. Егер мысалы мына жерге жазып қояйын, 1 литр ол бізде 10-ның -3 дәрежесіндегі метр кубқа тең. Бұны жаттауымыз керек. Немесе 1 метр куб судан 1000 литр аламыз. Бұны қалай түсінсек болады? Егер мысалы андай бір ыдыс бола қойсын, мына жағы 1 метр, мына жағы 1 метр, және ені немесе биіктігі 1 метр осындай бір куб тәріздес ыдыс бола қойсын. Осы ыдыстың ішіне біз суды құятын болсақ, осы суды 1 литрлік баклажкаға құятын болсақ, осы жерден 1001 литрлік су аламыз. Сонда жалпы логикаға сыйдырайық. Мысалы біз суды метр кубқа төлейміз ғой. Мысалы 1 метр куб суға төлейміз. Мен бұны әтеге айтып жатырмын, сендер чтоб миларында қалып кету үшін. 1 метр кубқа төлейміз, бұған примерно 70 және 100 теңгенің төңірегінде төлейміз. Теңге. Ал біз 1 литр колаға примерно 500 теңге төлейміз. Ал енді осыны 1000-ға көбейтетін болсақ, сонда 500 мың теңге жасауға болады екен ғой. 70 теңгеден немесе 100 теңгеден су тазартып, бағанағы уды, консервантты қосып 500 мың теңге жасауға болады екен. Примерно деп жатырмын, барлық су у емес қой бұл жерде. Енді кейбір сулар сондай бір өте нашар сулар бар. Енді балалар, жалпы мынау деректер миларында қалып кетсін. Яғни 1 литр десе, бірден былай деп жазыңдар. 0,1 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі. 0,1 дегеніміз ол 10-ның -1 дәрежесі ғой. Сонда 10-ның -4 дәрежесінде, яғни бірін жаза тұрайын әзірше, метр куб шығады. Енді балалар, жылу сыйымдылығы дегенде біз қандай әріппен белгілейтін едік? С деген әріппен белгілейтінбіз, және судыңқы 4200. Өлшем бірлігін шығарайық. Өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм градус Цельсий. Сонымен балалар, біз берілген жазып алдық, яғни табу керек, біз шығарылған жылу мөлшерін табуымыз қажет. Енді балалар, біз бірден формуланы жазайық. Q тең SM дельта Т. Осы жерден М дегеніміз Ро мен В-ның көбейтіндісі. Ал дельта Т дегеніміз Т2 алынған Т1. Осы жерден бірден біз тығыздықты жазып кете берейік. 10-ның тығыздық дейміз, бізде тығыздығы 1000 ғой. 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген, бізде көлеміміз 10-ның -4 дәрежесі. Сонда біз шығады 0,1 немесе 10-ның -1 дәрежесі шықты. Бұл дегеніміз 1 бөлінген 10, бұдан 0,1 шығады. Килограмм, 0,1 килограмм шықты. Ал Т2 дегеніміз 50 -100 шығады, бізде -50 градус Цельсий шығады. Бұл дегеніміз, қазір түсіндірем, минус таңба шығып қалды, ода тұрған ештеңе жоқ. Бұл жерде мұқият назар аударсаңдар, балалар, айналаға қанша жылу шығарады дейді. Яғни бұл жоғалған энергия. Яғни ол өзіне алған жоқ, ол сыртқа шығады. Сондықтан бұның таңбасы тиісінше минус шығады. Енді балалар, мына жерде мәндерін қояйық. Сонда Q тең 4200 көбейтеміз масса бізде 0,1 шықты. 0,1 көбейтеміз -50-ге. Балалар, қарап отырсаңдар, мынау 0 мен 1 0-ін қысқартып жүрсек болады. Сонда мына қарап отырсаңдар, мына екеуін көбейтсек 5 болады.
Енді мына 2-0-ды мына жерге жазып қояйық. Сонда неғып жазып қояйық 2-0-ды. Енді 42 мен 5-ті көбейтейік. 40-ты 5-ке көбейтсек 200, 2 мен 5-ті көбейтсек 10, 200-ге 10-ды қоссақ 210 шықты. 210 шықты. Жол шықты. Енді таңбасы балалар минус. Балалар бізде жылу мөлшерін ғана сұрағанда біз оны 221 мың деп жазуға болар еді. 21 мың шықты ғой. Ал бізде жылу мөлшерін, шығарылған жылу мөлшерін сұрап жатыр. Сондықтан біз бұның минусына қарап, біз бұны шығарды деп айта аламыз. Ал шын мәнінде жылу мөлшері, балалар, шын мәніндегі жылу мөлшері 21 килоджоуль. Кило деп айналдырып тастадым, мына 3 нөлі бар болғандықтан. Сонымен балалар, ал егер таңбасына қарап қосымша сұрақтар болса, бұл не істеді? Энергияны жұтты ма, немесе шығарды ма десе, сендер бұл энергияны жоғалтты деп, болмаса энергияны өзінің бойынан шығарды деп айтсаңдар болады. Яғни таңбасының минусына қарап. Ал балалар, есеп түсінікті болса, мен сендерге бір қорытындылап жүрейін. Мына жерде 1000 дәрежеге келтіріп жаздық, литрді түсіндірдім сендерге, метр кубқа айналдыруды, және тиісінше соған байланысты неге минус шығып қалғанын да оны да түсіндіріп өттім. Сонымен балалар, сабақ ұнаса пікір қалдырамыз және жүрекшені басып каналға тіркеліп қоямыз. Ал балалар, сау болыңдар.